Сәлем достар, бүгін шоколадтағы құлпынай, яғни клубника в шоколаде дайындап көрсететін боламын. Бізге құлпынай қажет болады, оны жақсылап жуып, қағаз сүлгілердің көмегімен сүртіп кептіретін боламыз. Қаттыға батып сүртіп керегі жоқ, езіліп кетуі мүмкін. Сондықтан жай ғана сүлгілердің көмегімен жай ғана сыртын сүртіп шығамыз. Және сүртіп болғаннан кейін шоколадты дайындағанша құлпынайымызды тоңазытқышқа сала тұрамыз. Осы уақытта енді шоколад дайындауға кірісеміз. Менде Калибаут ақ шоколад түрін қолданайын деп тұрмын. Оны шоколад ерітетін арнайы құралға салып, жақсылап араластырып тұрып ерітетін боламын. Шоколадымыз жабысып қалмау үшін міндетті түрде араластырып тұруымыз керек. Шоколадтың барлығы ерігеннен кейін дұрыс темперировать ету үшін үстіне тағы калеттерді сала отырып араластырамыз. Сізде термометр бар болса, бірінші салған шоколадты 45 градусқа дейін қыздырып, және де үстіне калеттерді сала отырып, жұмыс деңгейіне түскенше 32 градусқа дейін түсіріп қолдансаңыз болады. Ал мен термометр қолданған жоқпын. Сізге ең оңай жолын көрсетіп тұрмын. Енді құлпынайларымызды аламыз, жапырағын бір шетке қарай қайырып аламыз да өстіп шоколадқа толығымен батырамыз. Міндетті түрде құлпынайдың барлығын толығымен батырғанымыз дұрыс, себебі сонда ғана ол әдемі көрінетін болады. Осылай енді шоколадның барлығын жақсылап сілкіп ағызып тастаймыз артық шоколадтарды. Сізге бірнеше рет көрсететін боламын, түсінікті болу үшін, және де әсемдеп те көрсететін боламын. Осылай жапырағын бір шетке қарай міндетті түрде қайыруымыз керек. Құлпынайды толығымен батырамыз. Құлпынайларымызды әртүрлі қылып әсемдеуге болады, оның барлығын көрсетіп өтетін боламын. Әртүрлі посыпкалардың көмегімен сәндедім. Посыпкалар кондитерлік дүкендерде сатылады, бағасы қымбат емес. Енді боксымызды жинайтын боламыз. Капсулаға салып, барлығын қатарластырып қойып шығамыз. Сіздер аналарыңызға, достарыңызға, жақындарыңызға өстіп жасап беріп қуансаңыздар болады, немесе тапсырысқа да жазсаңыздар болады. Мен барлығын қыр-сырымен бөлістім. Өте керемет сыйлықтардың бірі. Осылай жасап жақындарыңызды қуантыңыздар. Достар, менің каналыма тіркеліп, лайк басып, пікір қалдырып кетіңіздер. Және де сұрақтарыңыз болса, комментарияға жазып кетсеңіздер болады. Келесі видеода кездескенше сау болыңыздар.